күндеріме құрметті білім алушылар. Мен Тарас сервис және технология колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Жақсылғайұлы Бақытжанқызы. Қазақ тілі пәні бойынша жаңа сабағымыздың тақырыбы пікірталастың қоғамдағы орны, маңызы, қажеттілігі. Біз бүгінгі сабақта пікірталас туралы түсінігімізді кеңейтіп, пікірталас мәдениетінің мәнін ұғынып, көпшілік алдында қысылмай сөйлей білу дағдыларын дамыту туралы білетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Демократиялық қоғамда басты белгілерінің бірі не деп ойлайсыздар? Әрине, сөз еркіндігінде. Бұл нені айтқың келсе, соны айту дегенді білдіреді ме? Жоқ, әрине. Жеке ой пікірді ұтымды, өзіндік көзқарастары қалыптасқан адамдарға, топтарға өзін танытуға мүмкіндік береді. Өмірде адамдардың барлығы бірдей ойлайды ма? Немесе барлығы бірдей көзқараста ма? Ендеше әртүрлі пікірлердің болуы жеке адамдардың, топтардың арасындағы сөз қақтығысының пікір таластың тууына әкеледі. Мұндай сөз сайыстарда тек ақылдылар ғана емес, ойы алымды, сөзі шалымды шеберлер жеңіс тұғырына көтерілмек. Өткен сабағымызға шолу жасайтын болсақ, шешендік сөздің көріктеуіш құралдары туралы, пікірталасты меңгеру жаңа заман талабы туралы білімімізді кеңейттік. Осы орайда Бернард Шоудың мына пікірі еске түседі. Егер қолында бір-бір алмасы бар екі адам сол алмаларын алмасса, онда бәрібір екеуінде де бір-бірден алма қалар еді. Ал бір-бірден жаңа ойы бар екі адам бір-бірімен пікір алмасса, онда олардың әрқайсысында екі-екіден ой қалыптасады. Пікірталас белгілі бір қоғамдық мәні бар мәселені, болмаса ғылыми жұмысты талқылау барысында айтыс, тартыс, дау. Пікірталасқа көзқарастар күресі, жарыс, бәсекелестік тән. Пікірталастың басты шарты аудиторияға, яғни көпшілікке ой тастау. Ал көпшілік әрқашан өз ойын бір арнаға құя бермейді. Ойды ой қозғайды, жаңа пікір тудырады, немесе жаңа пікірдің пайда болуына жағдай жасайды. Қарсы көзқарас пайда болады. Пікірталас барысында қарым-қатынас көбіне «иә», «жоқ», «олай емес» деген бағытта жүзеге асады. Қателіктен бас тартуға көмектеседі. Тақырып бойынша көзқарасын, ойын дәлелдейді. Дұрыс идеяларды ұсынуға, басқаның пікірін тыңдауға үйретеді. Ортақ бірлестіктен гөрі көп жағдайда бәсекелестікке бағытталады. Пікірталасқа қатысушы адамдар нені білуі тиіс? Пікірталас мәдениеті талаптарын, пікірталастың тақырыбын, өзі қатысатын пікірталастың мәнін, пікірталастың түрін. Пікірталастың анықтайтын белгілері. Мақсаты қарсыластың көзін жеткізу, әлеуметтік мәні, жалпы адамзаттық мүддені немесе жеке адамның мүддесін көздейді. Қатысушылардың саны диалогтік немесе полилогтік. Өткізу сипаты бетпе-бет, баспасөз арқылы және тағы да басқа. Пікірталас мәдениетінің талаптары. Пікірталасқа қатысушылар тәртіп пен мәдениеттілікті сақтай білу керек. Олардың пікірлерін тыңдап отырған көпшілікті сыйлай білуі керек. Өзін-өзі дұрыс ұстауы, яғни сөзге тоқтау, салғыласпау, ашуға ерік бермеу. Қарсыласының көзқарасы мен пікірін құрметтей білуі керек. Оның кезекті пікір айтуына жол беру. Тақырыптан
ауытқымау қажет. Өзіндік көзқарас ұстаным қажет. Берік, сенімділік, өз пікірін дәлелді жеткізу мен азаматтық намыс. Қарсыласының пікірінің дұрыс-бұрыстығын саралай білу жылдамдығы. Осы орайда Радловтың мына сөзі есімізге түседі. Қазақтар мүдірмей, кідірмей, ерекше екпінмен сөйлейді. Ойын дәл, айқын ұғындырады. Ауызекі сөйлеп отырғанның өзінде сөйлеген сөздері ұйқаспен, ырғақпен келетіндігі соншалық бейне бір өлең екен деп таң қаласың. Қазақтардың тілі жатықта шешен, әрі өткір, көбіне іліп қағып сұрақ пен жауап беруге келгенде таң қаларлықтай оралымды сөйлейді деген екен. Құрметті студенттер, өз сөздеріңізді қалай дәлелдейсіздер? Статистикалық мәліметтерді дәл, көп емес, шамамен қолдану. Ой анық болып, өзгеріске түспеу керек. Сөйлеушінің міндеті дәлелдеу мен сендіру. Сөйлеушінің шешендігі, сенімді дауысы, айбынды түрі үлкен рөл атқарады. Үй тапсырмасы. Көпшілік алдындағы сөйлейтін шешендік сөз бен пікірталастың арасындағы ортақ белгілер мен ерекшеліктерді айқындаңыздар. Екеуін салыстырып көрсететін кесте жасаңыздар. Құрметті білім алушылар, осымен қысқа дәріс сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.